Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі сосиска в тесте дайындауды үйренеміз. Бізге қажетті ингредиенттер жылы сүт, ашытқы, құмшекер, тұз, сұйық май және ұн қажет болады. Біздің тестамыз осындай жұмсақ болу керек. Үстін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей тестамыз көтерілді. Осындай жұмсақ, өте нәзік теста дайын болады. Оны қолмен ақ жаюға болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. «180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің сосиска в тестелеріміз дайын.
осындай әдемі әрі нәзік, жұмсақ болып пісіп шықты. Достар, сіздерге рецепт ұнаған болса, лайк басып комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар.